Сәлем достар, бүгін біз ең үздік әдіс тәсілдермен танысатын боламыз. Бірінші әдіс – фонарик әдісі. Мақсаты оқушылардың ойлау қабілеттерін арттыру. Ережесі – мұғалім қызықты суреттердің артына жасырылған тапсырмаларды оқушыларға таратады. Оқушылар фонариктің жарығымен тапсырмаларды оқып жауап береді. Екінші әдіс – жаңбыр тамшылары әдісі. Мақсаты оқушылардың белсенділігін және ойлау қабілеттілігін арттыру. Ережесі мұғалім қолшатырдың жан-жағына сабаққа қатысты сұрақтар берілген жаңбыр тамшыларын іледі, балалар қолшатырды айнала тұрып билейді және тоқтап сұрақтарға жауап береді. Үшінші әдіс – веер әдісі. Мақсаты балалардың ойлау қабілетін дамыту. Ережесі қағаздан желпуіш жасап, бірінші оқушы бір бөлігіне сабаққа қатысты сұрақтар жазып шығады. Екінші оқушы екінші бөлігіне қысқаша жауап жазып тапсырады. Төртінші әдіс – қателескен мұғалім әдісі. Мақсаты оқушылардың ойлау қабілеттілерін арттыру. Ережесі мұғалім мәтінді оқу барысында қате жібереді. Оқушылар тыңдап отырып қателескен тұсты бірден тауып дұрыстау керек. Мұғалім қате жіберетін болғандықтан оқушылар асқан қызығушылықпен мәтінді қалт жібермей тыңдайды. Мұнан соң қате басылған әңгімелерді оқушыларға таратады. Енді жаңсақ басылған мәтін ойынына ауысады. Келесі әдіс попкорн әдісі. Мақсаты өткен сабақты пысықтау арқылы оқушылардың ойлау қабілетін анықтау және белсенділігі мен қызығушылығын арттыру. Ережесі тақтаға ілінген 4 попкорн ыдысына попкорнда жазылған сөздерді буынға бөліп, сөздерде неше буын бар екендігін айтып, попкорн ыдыстарына салады. Соңғы әдісіміз жұмбақ зат әдісі. Мақсаты оқушылардың ойлау және сөйлеу қабілеттерін арттыру. Ережесі оқушылардың алдына ыдысқа салынып бір зат қояды, сол затты мұғалім жауабын айтпай сөзбен сипаттайды. Оқушылар шешімін табады.